Сәлеметсіздер ме, құрметті білімгерлер? Біз сіздермен бүгін қарастыратын тақырыбымыз есептеулер, тармақталу операторлары, арифметикалық амалдар, жаңағыдай кітапханасы, логикалық өрнектер және операторлар, шартты оператор, көп тармақты алгоритмдер екен. Мына жерде сіздер экранда қарап отырсыздар, жаңа биттік амалдар бар бұл жерде. Жаңа есептеулерге және дегеніміз ол. Және 9-ды берген кезде, мына жерде жауап, мысалы, 9 бен 3-тен 1 шығады. Яғни бұл не деген сөз? Екілік санау жүйесінде 9-ды айналдырып барып, разряд бойынша есептейміз. Мына жерде немесе инверсия деген бар. Мына жерде қараңыздар. Тоқтата тұруға бола ма осы жерде? Мен көрсетіп жібергенім жақсы еді. Ал енді біз сіздермен бір мысал қарастырып жіберейік. Мысалы 5 және 6 дейге. 5 және 6. Мысалы 5 және 6-тан қанша болады? 5 немесе 6. Және 5 емес 6. Так, қараймыз енді. Мына 5 және неден 4 шығады? Немеседен 7 шығады. Ал еместен 3 шығады. Мысалы, осыны сіздер түсінесіздер ме разряд бойынша? Түсінбейсіздер, е? Оны түсіну үшін былай істейміз. 5-ті екілік санау жүйесіне айналдырамыз. Яғни 5-ті бөлеміз. Мен біреуін ғана көрсетейін. 2-ге бөлеміз. Қаншадан береміз? 2-ден. 2 жердегі 2 4. Алып тастаймыз. Қанша шығады? 1. Қалдығы 1. Оны тағы да 2-ге бөлесіздер. Қаншадан бересіздер? 1-ден. 1 жердегі 2. Алып тастайсыздар. 0. Сонда 5-іміз шығады екен. 1, 1, 1, 0. Енді қараймыз. Жәнені көрсетем. 1, 0, 1. Ал 6 болса 1, 1, 0-ға тең, 10-ға тең. Енді қазір көрсетем, және қалай болатын. 1 дегеніміз ақиқат, 0 дегеніміз жалған. Және болған кезде екеуі де ақиқат болу керек. Яғни бұл жерде жауап жалған. 0 жалған, 1 ақиқат. 0. Мына 1 ақиқат, 1 де ақиқат. Екеуі ақиқат болуына байланысты 1 ақиқат. Енді бәрінде 2-ге көбейтеміз. Қосамыз. Мына жерде 2-ге көбейтеміз. Қосамыз. Және мына жерде 2-ге көбейтеміз. 0 дәрежесі, 1 дәрежесі, 2 дәрежесі міне. Мына екеуі қысқарып кетеді. Сол кезде 2-нің 2 дәрежесін 1-ге көбейтсек, жауап қанша екен? 4 міне. Міне сіздерге көрсетіп тұрмыз 4 шықты. Енді және де мына жерде қарастыра салайық. 1, 0, 1, 1, 1, 1. Немесе де екеуін біреу қанағаттандыру керек. 1, 0, біреу 10 ғой, 10, 0. Сонда біреу ақиқат жалған немесе болса, біреуін қанағаттандырады. Жалған ақиқат немесе 1, екеуі де ақиқат болды 1. 2-нің 1 дәрежесі, 2-нің 2 дәрежесі, және 2-нің мен жазып отырмын. Қосамыз. Мына жерден 0 дәрежесі болады. 1 дәрежесі, 2 дәрежесі. Дәрежеден шығарып қосқан кезде жауап қанша шығады екен? 7. Келесі 5 пен 6 емес деген сөз. Оны біз жаңағыдай кері шарт, кері болу керек бір-біріне, қарама қайшы. 1, 0, 1. 1, 1, 0. Яғни 1 ақиқат, екіншісінікі 0. Екеуі біріне қарама қарсы, яғни 1. 0 жалған, 1 ақиқат, қарама қарсы 1. Екеуі де ақиқат болғандықтан бұл 0 болады. Сондықтан мына жерде біз тағы да 2-ге көбейтеміз. 2-ге көбейтеміз. Және 2-ге көбейтеміз. 0 дәрежесі,
мына жерде мынау 0 дәрежесі болады, мынау 1 дәрежесі болады. Мынау қысқарып кетеді. Сонда бұдан жауап шығады 3 екен. Яғни математикалық тілде айтатын болсақ, мына және деп отырғанымыз конъюнкция, немесе дегеніміз дизъюнкция, ал емес дегеніміз инверсия екен. Енді жаңағы слайдымызға көшейік. Жаңа біз көрсетіп өткендей, мына жерде сіздерде біз пакеттік жаңағы калькулятор режимінде жазып энтерді бассақ, міне 9 бен 3-тен 1 шығады. Немесе деген сіздер көрініп тұр, 9 бен 3-тен 11 шығады, ал еместе 10 шығады екен. Келесі, мына жерде меншікте арифметикалық операторлар тұр сіздерде. Қосып барып меншіктеу. Яғни бұл не деген сөз? Мысалы x-іміз x-ке y-ті қосатын болсақ, былай жазылады ол. x тең болады x қосу y деген сөз. Егер x минус тең y болса, оны түсінікті жазатын болсақ, x тең x минус y. Тура осылай жазыла береді. Бұл жерде сіздерді жаңағы бүтінін анықтайды, дәрежесін анықтайды, және бөлінді қалдығын меншіктеуін анықтайды екен. Логикалық амалдар жаңа біз көрдік. Және дегенді біз and дейміз, or немесе, not емес. Конъюнкция, дизъюнкция, инверсия деген сияқты. Бұны біз Python программалау тілінде ақиқат болатын болса, true мәні қабылдайды, жалған болса, false мәні қабылдайды екен. Мына жерде сіздерде білесіздер, егер шарт болған кезде тең болатын болса, 2 тең жазасыздар. Тең емес деген жерде леп белгімен тең. Кәдімгі математикалық үлкен, кіші, тура осылай жазыла береді. Ал үлкен, біз математикада жазамыз ғой, мысалы, үлкен астында сызығы болады, оны біз программалау тілінде үлкен немесе тең деген сөз. Ал керісінше кіші немесе тең осылай жазылады екен. Қайсы ақиқат мәні қабылдайды, сол орындалады. Енді математикалық есеп шығару үшін біз препроцессор шақырамыз, жаңағыдай маз библиотекасын импорт, яғни берілген модульмен жұмыс жасау үшін оның алдын ала импорттау керек. Бұл келесі түрде орындалады, көріп отырсыз. Мына жерде sale деп тұр, сіздерде x-тен үлкен жақын бүтін санды қайтарады деген. Мысалы 3,2 болса, оның жоғарғы шегі 4 болады екен жауап. Фапс деп отырғанымыз ол модулі абсолют шамасын мәнін қайтарып береді. Тура сол сияқты факториалды есептейміз. Мысалы, маз факториал 5 деген сөз 1, 2, 1 көбейту 2, көбейту 3, көбейту 4, көбейту 5-ке дейінгі санның көбейтіндісі 120-ға тең екен. Флор дегеніміз 3,2 болса, төменгі шегі 3 болады. Егер флор 3,7 болса да 3 бола береді. 7,8 болса, оның төменгі шегі 7 болады деген сияқты. Мына жерде экспонент, логарифм тұр сіздерде көрсетіліп, қалай жазылу үлгісі қызыл түспен көрініп тұр. Косинус, тригонометрия функцияларды қолданамыз. Жазып алыңыздар қалай жазылатын. Енді егер де бұның бәрін жазып ашу үшін, программалау тілінде маз деп біз оны бетем, не деп жазамыз? Жаңағыдай from маз import дейміз да, жұлдызша қоя салады екенбіз. Мына pov 3-те 4 деген сөз, 3-тің 4 дәрежесі деген сөз. 3-ті 3-ке көбейтесіздер 9, 19 тағы 3-ке көбейтесіздер, одан кейін тағы 3-ке 81 шығады екен. Ал S² деген түбір. Input дегеніміз жаңағы мәтіндік жолды қайтарады. Яғни input енгізу амалы. Ал ол сол енгізген айнымалысын бүтін типке түрлендіреді. Ал одан кейін барып сол жолды бүтін типке түрлендіріп, оны оқиды екен. Яғни A мәнін енгізген кезде соны біз жолдық типті бүтін санымен қабылдайды. Мына жерде есеп беріліп тұр, сіздерге 3 бұрыштың А, Б, 2 катеті бар, гипотенузын табыңыздар дейді. A-ны мән бересіздер, B-ға мән бересіздер. Одан кейін жаңағы A-ның квадраты қосады B-ның квадраты. Және оны 0,5 дәрежеге көбейтеді екен.
Print деген сөз шығару амалы. Yani егер нұсқауы тұр сіздерде, if дегеніміз ол орындайтын оператор. Одан кейін мына жерде сіздерде егер шарт шынымен иә болатын болса, онда hello 1 деп жауап hello 1 болып шығады. Мысалы, кер шарт болатын болса, басқаша орындалады. Бәрі тақтада көрініп тұр. Мына жерде экранда сіздерде егер шарт қанағаттандырса, n нұсқау болуы мүмкін. Айтпесе кері көп нұсқауда болуы мүмкін. Мысалы, бір өрнектің астынан екі өрнекте шығарып беріледі. Мына жерде мысал тұр, бір мысал қарастырайық. Аның мәні 3-ке тең мысалы. Егер 3 2-ден үлкен бе, иә, онда аш шығады. Есеп бітті. Ал екінші мына оң жағына қараңыздар. Аның мәні 1-ге тең болады. Егер аш шынымен 2-ден үлкен ба? Жоқ. Жоқ болса l шығады деген сияқты. Есептер сіздерде қарастырылған. Мына жерде бір есеп тұр, сіздерде қараңыздар. X-іміз 5-ке тең. Егер X-іміздің орнына 5-ті қойсақ, 0-ден үлкен бе? Иә. Онда 5-тің квадратын шығарады. Жауап print Y-ге барады, 25 болады екен. Ал егер кер жағдайда теріс сан болса, онда оны түбірден шығарады екен. Кейде өрнектер көп тармақты болады. Мысалы, егер шынымен бір қанағаттандыратын болса, бірінші блок орындалады. Айтпесе егер деген болады. Одан кейін тағы да айтпесе егер, немесе айтпесе. Ол мысалы x, y-ге мән берейік, қай ширекте жатқан. Егер x, y-іміз 10-0-дан үлкен болатын болса, онда ол бірінші ширекте жатыр. Ал x, y-іміздің біреуі, жаңағы x-іміз 0-ден кіші болып, y-іміз екінші жаңағыдай оң сан болатын болса, онда ол екінші ширекте жатыр. Сөйтіп кете береді, көп тармақты алгоритм. Міне есепті қараңыздар, аға мән береміз. Мысалы берейік 5-ті, 5 0-ден кіші ма? Жоқ. Айтпесе егер 5 0-ге жоқ, онда осы. Есеп беріледі, көп тармақты алгоритм қарамаңыздар. Егер онда айтпесе. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Сондықтан берілген есептерді қарап отырып шығарыңыздар. Сау болыңыздар.